Сәлем оқушылар! Ана тілі пәнінен 85-ші сабақ заттың сынын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Алдымен ережені есімізге түсіріп алайық. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, қандай, үлкен, қандай, таза, қандай, биік. Оқушылар суреттерге қарайықшы. Ненің суретін көріп тұрмыз? Лимонның. Қандай лимон? Қышқыл лимон. Келесі. Қандай құлпынай? Дәмді құлпынай. Келесі. Қандай сәбіз? Қатты сәбіз. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болатын болса, бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Өлеңнің тақырыбы аспаз. Ақ қалпағы басында, ыстық оттың қасында. Бір тамақты пісіріп, бір тамақты түсіріп. Апам ылғи жүреді, жайраңдайды күледі. Түрін біліп тағамның, жолын қуып апамның. Үлкен болып өскенде, мен де аспаз боламын. Авторы Мылтықбай Ерімбетов. Оқушылар, өлең не туралы айтылған? Жақсы, жарайсыңдар. Өлең аспаз туралы айтылған, е? Аспаз болу сендерге ұнайды ма? Ой, жарайсыңдар. Сендер өскен кезде кім болуларың келеді? Ой, жарайсыңдар. Енді оқушылар аспаз өлеңінен заттың сынын білдіретін сөздерді табайық. Ақ қалпағы басында. Қандай қалпағы? Ақ қалпағы. Ыстық оттың қасында. Қандай оттың? Ыстық оттың. Тағы қандай заттың сынын білдіретін сөздер бар? Я, дұрыс айтасыңдар. Үлкен болып өскенде. Қандай болып өскенде? Үлкен болып өскенде. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, екінші жаттығуға қарақ. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көркем жаз. Тамақты оң қолыңмен же. Асқа үлкендерден бұрын қол созба. Нанды бір қолмен үзбе. Сөйлемдерді көркем етіп, дәптерімізге әдемі етіп жазып алайық. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу. Сөз жұмбақты дұрыс шешсең, бір мамандық иесінің атауы шығады. Олай болса, суреттерге қарайық. Нені көріп тұрмыз? Ой, жарайсыңдар. Қарбыз, асқабақ, сәбіз, қауын, пиязды көріп тұрмыз. Енді осы заттардың атауын сөз жұмбаққа жазайық. Жақсы. Бірінші қарбыз, екінші асқабақ, үшінші пияз, төртінші қауын, бесінші сәбіз. Сонда мамандықтың иесі бізде аспаз шықты. Жақсы, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.